Саламатсыздар ма оқушылар? Саламатсыздар балалар, отыра қойыңдар. Топбашы бүгін сыныпта кім жоқ? Бүгінгі сабағымызда бәрі түгел. Жарайсыздар, отыра қойыңдар. Бүгінгі сабағымыз Қазақстан тарихы. Бүгінгі сабақ өтуді жалғастырамыз. Шарт шеңберін құрап балалар ортаға шығайық келіңдер. Өздеріңізге сәттілік тілеп отырып балалар. Бүгінгі сабағымызға сәттілік тілейік балалар. Тез тұра қоямыз балалар. Дөңгелек болып. Топбашыдан бастайық. Динара, бастай ғой. Қатардың алды болсын. Сабақтардан ескертейік. Ойында анық жеткізуге көмектесін. Сұрақтарға күн жоқ. Қазақстанның белді азамат бол. Сабағыңа сәттілік тілеймін. Сабағыңда алдыға жылжып, қатты оқу. Сабағыңа белсенді бол. Мектепте қызмет болып бітіруге тілеймін. Ата-ананың ынтақта. Қатарыңа алу. Сабағыңа жақсы бол. Сабақтар жақсы тыңдап белсенді бол. Бүгінгі күнге сәттілік тілеймін. Топта сұрақтарға күн жоқ. Алға қойған мақсаттарына жете бер. Топқа бөлінеміз балалар, мынадан қалаған парақшаларды ала қойыңдар, қима қағазды аты жазылған сол топқа барып отыра қойыңдар. Сұлтандар тобы, билер тобы, батырлар тобы балалар. Қима қағазды алып, әркім жазылған ішінде парақтың топтарына барып отыра қойыңдар. Топқа бөлінген балалар отыра қойыңдар. Сұлтандар тобы, билер тобы, батырлар тобы. Топқа бөліс болса, ары қарап үй тапсырмасына өтсек балалар. Үй тапсырмасы миға шабуыл әдісі балалар. Миға шабуыл әдісі бойынша үй тапсырмасы. Сіздерге сұрақ қоямыз. Үй тапсырмасы бойынша әр топта дайын болған балалар қолдарыңызды көтеріп жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ. 100 дегеніңіз не? Динара айта ғой. 100 негізі орда қазақ халқының рулық тайпалық бірлестіктерінің ортақ атауы. Негізі дәстүрлі қазақ қоғамы 300-ден тұрады. Ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз. Жарайсың, отыра ғой. Келесі сұрағымыз балалар. Ертогенез дегеніміз не? Қай топ? Билер тобынан Нұрсұлтан айта ғой. Этностың шығудағы этникалық тарихы. Жарайсың. Келесі сұрақ. Қазақ этносы қандай 300-ге бөлінген? Мағжан айта ғой. Орта жүз, кіші жүз. Жарайсың. Келесі сұрағымыз, төртінші сұрағымыз. Ұлы жүз тайпаларын ата аумағын көрсет. Мынау картадан ұлы жүздердің мекендеген аумағын. Кім айтады балалар? Мұхаммед көрсете ғой. Картадан көрсетеміз. Картадан көрсетеміз. Ұлы жүздердің мекендеген аумағын. Алматы облысы Жетісу аймағы екені. Жарайсың Мұхаммед. Өте жақсы отыра ғой. Келесі сұрағымыз балалар. Келесі сұрағымыз. Орта жүз тайпаларын ата аумағын көрсетеді. Орта жүзді қай жақтың мекендеген екен балалар? Кім айтады? Билер тобынан Ақбаян көрсете ғой. Орта жүз тайпалары солтүстік Қазақстан, орталық Қазақстан, шығыс Қазақстан аумағын иеленді. Жарайсың. Келесі енді қай жүз қалды балалар? Кіші жүз тайпаларын ата аумағын көрсетеді. Біздің кіші жүздер қай облыстарда тұрған екен? Кім көрсетеді? Ержан, келе көрсете ғой картадан. Кіші жүздер қай аумақта? 12 ата байұлы, әлімұлы кіші жүздерді қай аумақта? Қазақстанның батыс аумағында мекендеген екен. Жарайсың. Отыра ғой. Балалар, жарайсыңдар. Біз үй тапсырмасы бойынша мега шабуыл әдісін аяқтадық. Енді келесі тапсырмаға өтейік балалар. Бүгінгі ашық сабағымыз. Ашық сабағымыздың тақырыбы дәстүрлі қазақ қоғамының әлеуметтік жіктелуінің ерекшеліктері екен балалар. Көрдіңіздер ма? Енді келесі бүгінгі жаңа тапсырма сабақ бойынша сіздерге бейнеролик жібереміз балалар. Бейнероликтен көресіздер қазір. Дәстүрлі
қазақ қоғамы ақсүйектер және қарасүйектер деп екіге бөлінді. Ақсүйектерге Шыңғыс ханнан тараған ұрпақтар төрелер жатты. Төрелерден хандар мен сұлтандар тарады. Жасақ заңы Шыңғыс ұрпақтарының билігін мәңгілік ету және олардың артықшылығын сақтауды негізге алды. Хан қазақ қоғамындағы мемлекет басшысы. Қазақ хандары Шыңғыс ханның үлкен ұлы жошы хандары. Хан мемлекеттік, әскери және азаматтық билікті иеленді. Ол мемлекетті басқарумен бірге әскердің бас қолбасшысы саналды. Сұлтандар ханнан кейінгі билікті иеленушілер, ұлыс басшылары. Сұлтандар ханның тірегі саналып, үлкен құрметке ие болды. Олардың арасынан хан сайланды. Сұлтандар жергілікті әкімшілік билікті атқарды. Сондай-ақ олар әскери биліктің де, сот билігінің де тізгінін ұстады. Қожалар ақсүйектердің екінші тобын құрады. Оларды асыл сүйектер деп те атады. Қожалар ислам дінін алғашқы таратушылардың ұрпақтары саналады. Қожалар ислам дінін насихаттаумен діни оқу-ағарту ісімен айналысты. Билер қазақ қоғамында ерекше рөл атқарған әлеуметтік топ. Олар қоғамдағы аса маңызды лауазым иесі, белгілі әкімшілік аумақтық биліктің басшылары. Билер жан-жақты қызмет атқарған. Біріншіден, ол атына сай билік құрушы, әкімшілік құқығы бар лауазым иесі. Бұл тұрғыда билер белгілі бір өңірді билеуші тұлға. Екіншіден, билер соғыс жағдайында әскер басы, дипломатия, елшілік қызметтерді атқарды. Билер шешендік өнерінен ақыл парасатымен ерекшеленді. Үшіншіден, билер даладағы сот ісін жүргізуші. Олар әлем құрып құқығының ғана емес, шариғаттың да білгірлері. Көшпелілер тарихында қазақтар кез келген жағдайда сыртқы жауға тойтарыс беруге дайын тұрды. Соғыс жағдайында халықты отанын қорғауға бастайтын ерекше әлеуметтік топ батырлар болды. Байлар қазақ қоғамындағы үстем тап өкілдерінің көпшілігі. Қазақ байлары ірі малдарының көптігімен ерекшеленді. Олар байлығының арқасында үлкен жайылымдар мен тоғандарға иелік еткен. Шаруалар қазақ қоғамының көпшілік бөлігін құрушы топ. Шаруа жеке басы тәуелсіз ерікті қоғам мүшесі. Шаруаның жеке шаруашылығы өзіне жететін мал жаны болды. Шаруалардың бір бөлігі егіншілікпен айналысты. Қолөнерді кәсіп қылған шаруалар да болды. Аңшылықпен және балық аулаумен күн көрген шаруалар да болды. Қоңсы шаруалар деп ауқатты ауылдарда байлардың, би сұлтандардың малын бағып, солардың көмегімен көшіп қонып жүрген кедей шаруалар тобын атады. Қазақ қоғамындағы ерекше әлеуметтік топтың бірі төлеңгіттер. Олар жаугершілік жағдайда нөкер ретінде хан, сұлтандар, билер мен батырлардың төңірегіне топтасты. Бейбіт кезде шаруашылықпен айналысып, салық жинау мен хабаршының жұмысын атқарды. Қазақ қоғамында үй шаруашылығымен айналысатын құлдар да болды. Олардың ешқандай құқығы да еркі де болмаған. Алайда құлдықтан босату жағдайлары жиі кездескен. Мұның өзі қазақ қоғамында адамгершілік белгілердің жоғары болғанын көрсетеді. Еңбекті тыңдап болсақ, балалар келесі аптымалы өтейік балалар. Енді келесі тапсырмамыз балалар. Кім жүйрік деген айтар екен балалар. Burada ақ сүйектер дегеніміз кімдер, қара сүйектер дегеніміз кімдер. Осы біздің қазақ қоғамындағы ақ сүйектер туралы, және қара сүйектер туралы, қожалар туралы, және сұлтандар, билер туралы, дінбасылар туралы не қыламыз? Қазір сұрақ болып, соған әр топ білгендерімізді жауап бересіздер. Жарай ма? Келесі тапсырманың, осы тапсырманың сұрақтарына өтеміз. Балалар, дәстүрлі қазақ қоғамының әлеуметтік жіктелуі балалар. Қазақ қоғамының жіктелуінде ең бірінші айта кетеміз ақ сүйектер. Ақ сүйектер дегеніміз кім? Қазақ қоғамында қандай үстем тапта тұрғандығын, олардан кім сайланғандығы туралы кім нақтылап жауап береді? Қол көтере қойыңдар. Жауап бере қойың. Ақ сүйектер қоғамдағы әлеуметтік топ. Дәстүр бойынша қара халыққа ісіміне кетуші дәстүрлі Жарайсың, тұра ғой.
Келесі сұрақ балалар. Келесі сұрағымыз қара сүйектер. Қара сүйектер дегеніміз кімдер екен? Бақдәулет айта ғой билер тобынан. Қазақ қоғамында ақсүйектер тобына жатпайтын қара халық. Ертеректе қара сүйектерді қараша, қара кісі, қара халық деп те атаған. Қара сүйектер өз ішінде байлар, бай-бағланды, құтандар деп бөлінген екен. Жарайсын, отыра ғой Бақдәулет. Енді келесі сұрағымызға көшейік. Келесі сұрағымызда хандар мен сұлтандар. Қазақ халқында хандар дегеніміз кім болған екен? Сұлтандар деген кім болған екен? Қандай қызмет атқарған туралы? Кім жауап береді? Қол көтерейік балалар. Ершін. Қазақ хандарының барлығы Шыңғыс ханның ұрпақтары, яғни Шыңғыс ханның әулетіне жатады. Қазақ хандығы өз замандағы ең қуатты елдерінің бірі болатын. Жарайсын, ең қуатты беделді халықтардың бірі болған, қарапайым халықтардың арасынан ең бір саты жоғары жүрген хандар мен сұлтандар. Ол Шыңғыс ханның ұрпағы екенін қазір ғана ержетіп айтып өтті. Келесі сұрағымыз қожалар, төрелер дегеніміз кім? Қожалар дегеніміз кім екен балалар? Қайтып билер тобынан ұлжан айта ғой. Қожалар Мұхаммед пайғамбардың төрт халифтің Әбу Бәкір, Умар, Осман және Әлидің орталық Азияға ислам дінін таратушылардың ұрпақтары және оларға қарсы күш қолдануға болмайды. Қожаларда Шыңғыс хан ұрпақтарынан айырмашылығы оларда бірыңғай генеалогия болған жоқ. Төрелер Шыңғыс ханның үлкен ұлы жұрыштан тарайтын қазақ жеріндегі әлеуметтік топ. Олар қазақ қоғамына қосылмайтын өз алдына жеке қауым ретінде саналған. Жарайсын. Енді біздің келесі сұрағымыз балалар, билер, рубасылар және де дінбасылар, батырлар дегеніміз кімдер? Осы туралы кім айтып береді балалар? Батырлар тобынан. Ержан айта ғой. Батыр парсы тілінен баһадүр, ержүрек, батыл, әскери жаугершілік заманда ерекше көзге түскен адамдарды қаһарман атымен батыр атағын берген. Батыр мирасқорлық адамдарға берілмейді. Батыр өзіне тән қаһарман атқа ие болған батырларға берілетін құрметті атақ. Қазақ халқы батырды ежелден құрмет тұтқан. Жарайсын. Ержан өте дұрыс айтты. Енді жаңағы ақсүйек деген сөзге біздің Диас оқушымыз жауап бере алмай кетті. Осыны қайта толықтырса, сұлтандар тобынан қайта айта ғой, бұл өз ойын жинақтап ақсүйек туралы. Ақсүйектер тобы әлеуметтік сатының жоғары сатысына орналасып өздеріне тән арақашықтық жағдай пайдаланды. Жарайсын. Жарайсын. Енді балалар, келесі тапсырмамыз әр топ өз атауын фейсбук әдісі арқылы қорғаймыз балалар. Сіздерге әр топқа бір-бір плакаттан беремін. Сұлтандар тобы, билер тобы, батырлар тобы. Өз топтарыңыздың атауын естейсіздер, орнан шығасыздар. Сұлтандар дегендеріміз кім екен, билер дегеніміз кімдер екен, батырлар деген сіздерге плакат беремін. Алдарыңызда маркер тұр, құрал саймандарында осыған салып, өздеріңіздің ойларын жазыңыздар. Өз ойына қолында стикер бар, стикерге де жаза беріңіз. Билер тобы, жарайсыңдар. Батырлар тобы. Екі топ өте ұжымдасқан күнде істеп жатыр. Мақсат көмектесеміз, қарамаймыз. Барлығымыз атсалсамыз қаламыз. Belgi veririz vallahi.
Dayın болған топ белгі береміз. Бірінші бастаған батырлар тобы. Батырлар тобы. Екінші батырлар тобы. Екінші Бақжан. Оң жағында тұр. Батыр көмектесіп тұр. Батырлар деген кімдер екенін айтып, кәдімгі батырлар тобы өздерінің ешбол әдісі бойынша қорғап шығатын аталды. Бақжан көмектесіп бере ғой. Батырлар тобы олардың қоғамдағы салмағы әскери өмірдегі орнымен сондай-ақ ханға немесе сұлтанға жақындығымен анықталады. Батырлар соғыс әскерін толық меңгерген, жалт сирек ерлігімен аты шыққан қаһарман адамға берілетін атау. Батырлардың даңқы көбінесе далалық ақындарға байланысты болған. Мысалы келтіретін болсақ батырларға Махамбет Өтемісұлы 1741-1804 жылдар арасында өмір сүрген, дос серігі Исатай мен халық үшін жаны берген халық қаһарманы, халық анашыры. Қазақтардың көшпелі қоғамында ерекше рөл атқарған, оларды кәсіпқой әскери адамдар деп атауға болады. Батырлар халықтың қаһарманы. Қазақтар Махамбет сенімді отауызы араб орақ сынды ақын батырларымыз бар. Жарайсың. Билер тобы отыра қойды. Жарайсың. Батырлар тобы. Келесі сұлтандар тобы. Тақтаға шығады. Шыңғысхан ұрпақтары төрелерді сұлтан деп атады. Олар қазақ қоғамындағы саяси күш болды. Бастапқыда сұлтан сөзі жоғары билік пен оның иесі әміршісі түсінігін білдірді. Жарайсың. Себептері сұлтандар өздерінің тұтынмақол тайпаларының бірде-біріне жатқызған жоқ. Мұрагер мемлекетінде Шыңғысхан ұрпағын ғана сайлана алды. Этникалық маңызы болған жоқ. Қоғамның басқа мүшелерімен салыстырғанда сұлтандардың құқықтық артықшылығы болды. Салдарлары олар әскери қызметтен басқа ешқандай міндеттіліктер атқарған жоқ. Олар тән жазасынан босатылды. Сұлтанның өлтіргені немесе мектіктіргені үшін ауыр жаза қолданылды. Сұлтандар оларға көрінген жоқ. Қорытындыға сұлтандардың артықшылықтары сыртқы белгілерінің бірі ақ киіз болып есептеледі. Құрылтайларда олар салтанатты түрде, жағдайларда ақсүйек өкілдері тек ақ киізге ғана отырды. Сұлтандар ханнан кейінгі билікке жүргізді. Жарайсыңдар. Сұлтандар тобы отыра қойыңдар. Жарайсыңдар. Келесі билер тобы. Екі балап көмектесе қойыңдар. Қорғайтын қыздарға, оқушыларға келе қой. Жұрбол, келin ортаға. Билер тобы, бізге билер тобын, билер рухмен тайпалардың басшылары билер ерекше құқықтарды иеленді. Бес сөзі түркілік, бес сөзінің нұсқасы, жалпы қазақ қоғамының дәстүрлі қоғамда бұл атау үш түрлі мағынада айтылады. Сот, төреші. Мемлекет басқару жүйесінде кейбір айрықша құқыларды иеленді. Жеті жарғы қағидатына сәйкес ол өзіне бағынышты тайпалардың иелігінде сот және әкімшілік билік жүргізді. Дауласқанға әділдікпен жөн сілтеп, адасқанға даналықпен жол көрсеткен. Қолбасшы ел тағдыры сынға түскенде жаугершілік замандарда билер батырлармен атқа қонып жасақ құрған, қолбасшылық қызмет атқарған, бітістіруші, дипломат, елші. Ел бірлігінде ұлт тұтастығына нұқсан келгенде ағайын араздығын басып, ру аралық жанжалдарды бітістіріп, мемлекеттермен қарым-қатынас жасаған. Қорыта айтқанда билер қол астындағы рулар ауқымында сот, әкімшілік және әскери билік тиесі болды. Билер әділдік құқықтарын белгілі болды және сот оған сәйкес жүргізілді. Жарайсың. Көзбей отырабы, билер тобы. Жақсы болған шықтыңыздар. Отырабы, терезенің алдына қойып. Келесі әдіс тәсілі бойынша көшейік. Әдіс тәсілімізге енді балалар зерттеу сұрағы бар. Зерттеу сұрағына көшейік. Балалар тақтаға қараймыз. Сұрақ қоямыз. Зерттеу сұрағы. Қазақ қоғамы қандай әлеуметтік топтар мен таптарға бөлінді? Кім жауап береді? Ұлжан жауап бере ғой, сұлтандар тобынан. Қазақ қоғамы негізінен сұлтандар, ақсүйектер, байлар, батырлар, қарапайым халық, ақсүйектер, қарасүйектер, сонымен қатар билер, қожалар
Жарайсың. Бұдан келесі. Әрбір әлеуметтік топ өкілдері қандай қызмет атқарды? Билер тобынан Нұрбол айтады. Шыңғыс хан ұрпақтары төрелер мен сұлтандар деп аталды, ал билер ру тайпаларды басқарды. Байлар ауқатты адамдар болып аталды. Жарайсың. Билер тобынан Нұрбол жауап берді. Енді келесі сұрақ 3-ші топқа батырлар тобына қоямыз. Хандардың, би, батырлардың басшылық рөлі мен шешімдері қаншалықты маңызды болды? Жарайсың, Жұлдыз айтады. Хан бұл биліктегі ең жоғары адам болып табылады, оны халықтың өзі сайлайды. Сондықтан да ханның шешімі және де басшылық рөлі ол ең жоғары сатыда тұрады. Одан кейін би, хандар мысалы кез келген мәселені шешерде осы билермен ақылдасады. Ал енді батырлар жаңағыдай әскери өнерді жетік меңгерген және де осы жауларынан халқын қорғайтын болғандықтан ханның осы ең негізгі сенімді адамдары осы би мен батырлар. Сондықтан да олар да жоғарғы рөлде тұрады. Жарайсың, отыра ғой. Енді келесі тапсырмаға көшейік балалар. Келесі тапсырма балалар мәтінмен жұмыс балалар. Мәтінмен жұмыс. 3 топқа беріледі балалар. Осы 3 топқа қазір мен мазмұндамасын оқып берейін, қарап оқыңыздар. Көшпелі халықтардың тарихи, мәдени дамуының өзіндік ерекшеліктеріне байланысты елдің қауіпсіздігін, мемлекеттің тәуелсіздігін, ел ішіндегі қоғамдық тәртіпті сақтау қажеттілігі, көшпелі қоғамда әскери іспен, кәсіби тұрғыда айналысатын адамдардың пайда болуын, олардың осы қоғамдық функцияларды атқаруды өз міндетіне алу барысында жеке әлеуметтік жік ретінде қалыптасуына әкеледі. Ол бірінші топқа бірінші мәтінді берген балалар, бос орынға не қоямыз? Сөз қоямыз. Дәптерлеріңізге жазасыздар балалар. Бірінші мен оқымай-ақ қойып, өздеріңіз оқып, тақтадан бос орынға не қоямыз? Сөз қоямыз. Келесі мәтін билер тобына балалар. Burada da bos oruntu sonдай, bos orundарға не қоямыз? Сөз қоямыз балалар. Келесі үшінші мәтін батырлар тобына дәптерлеріңізге жазып, мәтінді бос орынға жауап қоясыздар сөздің. Ал жұмыс басталды. Дәптерге жазамыз балалар. Мәтінді болған топ, қол көтереміз, жарай ма? Ойланып, асықпай, қадес жазамыз балалар. Болған топ белгі береміз балалар. Жарайсыздар, билер тобы. Билер тобына екінші тапсырма берген еді балалар. Ақпай оқып. Дәстүрлі қазақ қоғамындағы халық
дебаты өзінің бастауларын рота қазақ қоғамынан алып қазақ хандығына дейінгі аралықта үлкен даму сатысына жетеді. Дәстүрлі қазақ қоғамында қалыптасқан халық билігінің нысандары Қазақстан аумағында өмір сүрген мемлекеттердің саяси билік жүйесінің институттарының тәжірибесін бойына сіңірген халық билігінің классикалық үлгісі болып табылады. Халық билігі нысандары қазақ хандығына дейінгі талай даму тәжірибесінен өткені шыңдалған. Халық билігі сөз қойылды. Қандай сөз қойылған деген burada? Билігінің нысандары сөз қойылған. Жарайсыңдар. Келесі батырлар тобы келе қойыңыз. Сіздер бұда кетіңіздер. Келіңіздер. Дәстүрлі қазақ қоғамының саяси әлеуметтік жүйесіндегі демократиялық биліктің иесі. Зерттеуші ғалымдардың әсіресе Барклтың пікірінше би сөзі шамамен 14-15 ғасырларда ежелгі түркі тіліндегі бек атауының бір нұсқасы ретінде пайда болып, басқарушы ел, билеуші мағынасын білдірген. Кейіннен бастапқы семантикалық тілдік реңкінен ажырап, көбінесе дау-жанжалды шешіп, кесімді төрелік айтушы, әділ үкім шығарушы адамды бейнелеу үшін қолданылған. 17 ғасырда өмір сүрген Махмуд ибн Уәлидтің Бахр әл-Асрар фи Манахиб әл-Ахияр атты еңбегінде жоғарғы мәртебелі әмірлер мен елге сыйлы тәңірі тірліктен азат адамдардың барлығы би аталғанын жазады. Бұл жерде қандай сөз қойдыңыздар? Би деген сөз қойған екенсіздер. Жарайсыздар, отыра қойыңыз. Келесі сұлтандар тобынан Ержігіт мәтіндің оқиды. Сондықтан дәстүрлі қазақ қоғамына тән батырлар билігінің қалыптасуының қайнар көздері ежелгі замандардан бастау алады. Геродоттағы басқа ежелгі авторлардың басым көпшілігі өз шығармаларында көшпелі халықтардың жауынгерлігі мен ержүректілігін баса назар аударды. Шетелдік зерттеушілер де көшпелі халықтардың жауынгерлік рухының қуаттылығын жазған. Жарайсың. Бұл жерде қандай сөз қойған екен, Ержігіт? Батырлар билігінің деген сөз қойылған екен. Жарайсыңдар, үш топқа керемет. Енді балалар, келесі әдісіміз балалар, сабақты қорытылау әдісі болып есептеледі. Бұл қазір поле әдісі балалар. Поле әдісі мен сұрақ дайындап әкелдім. Қазіргі сіздердің қолдарыңызда барлығыңызда смартфон бар, балалар. Осы смартфонда сыныбымыздың группасы бар, тобы бар. Осы топқа мен сұрақтарды жіберем, сол сұрақты жауап бересіздер. Жарай ма? Мен қазір тобымызда 10-шы А сынып тобына 12 сұрақ жіберем. Тест сұрағын, сол жауабын жібергендеріңіз қолға көтеріп айта бересіздер. Телефондарыңызға белгі бересіздер, болмаса естисіздер, ауызша жауап бере бересіздер балалар. Бәрі жібердім, балалар. Тестті оқып, балалар. Тестті оқып жауап бере бересіздер балалар. Жарай ма? Қолдарыңыздар. Ең бірінші, Ескендір поэмасының авторы. Орнымыздан тұрып, жеке оқып жауап береміз. Абай Құнанбай. Келесі сұрақты оқиын балалар. Қабанбай батырдың әйелінің есімі кім болған? Ойланамыз, жеке адам жауап береді балалар. Қабанбай батырдың әйелінің есімі. Гауһар. Жарайсың. Келесі сұрақты оқиын балалар. Келесі сұрақта Батыр Баян поэмасының авторы. Burada 4 сұрақ қойылған. Жұмабаев, Маржан Жұмабаев, Мыржақып Болатов, Байбосын, Сәкен Сейфуллин. Маржан Жұмабаев. Жарайсың. Келесі
Келесі сұрақ 1925 жылы Астана болып өзгертілген қалалар. Алматы, Орынбор, Семей, Қызылорда. Орынбор қаласы. Жоқ, дұрыс емес. Кім айтады? 20 мен 25-ке дейін қай қала болды? Орынбор болды екінші. Орынбордан кейін екінші Астана болып қол көтеріп айтамыз. Екінші Астана болып қайға көшірді? Қолымыз көтеріп айтасыз. Айта ғой Жұлдыз. Қызылорда қаласы болды. Жарайсың. Енді келесі сұрағымыз балалар. Жауға қарсы жекпе-жекке шыққан ер жүрек жауынгер қалай атаған? Мен сұрақ болып болай тұрады. Дарабоз, Алғадай, Абылай және Батыр деп атаған екен. Кім айтады? Жұлдыздан басқа айтпаймыз ба? Кім деп аталған екен? Жұлдыздар айтады? Жоқ. Алғадай. Бағдәулет дұрыс айтады. Орнымызда тұрамыз. Алғадай деп аталған екен. Естеріңізде болсын. Бұл сөздер сирек кездесетін сөздер балалар, тарихта да, әдебиетте де балалар. Көріңдер ме? Қазақстан Республикасының Конституциясы қабылданған күні бәрі жарайсың. 1995 жылы отырыстамыз екен. Жарайсың. Келесі тапсырма балалар. Орта жүздің атақты биі Әйтеке би, Төле би, Қазыбек би, Мөңке би. Орта жүздің биі. Ағнет айта ғой? Қазыбек би. Жарайсың, отыра ғой. Келесі Абылай хан Дарабозын деп атаған батыр. Мен оқып өтейін. Наурызбай батыр, Қабанбай батыр, Бөгенбай батыр, Баян батыр. Есік айта ғой? Қабанбай батыр. Абылай хан сізін деп атаған екен, Дара өзін жеке мадақтау берген екен, Қабанбай батыр атамызға. Келесі сұрақ балалар. Қазақтың батыр қызы Абылай хан қызының есімі. Абылай ханның қызының есімі. Қызының есімі. Айтолқын, Айбике, Гаухар, Назым. Динара бірінші ол көтеру, Динара. Айбике. Жоқ, Айбике емес. Тағы да кім екен? Аяулыңыз қаш аяулың? Айтолқын. Дұрыс айтасыз, Айтолқын екен. Енді тағы сұрағымыз бар. 1979 жылы КСР-ның кіргізілген. Әскері қай мемлекетке кіргізген? Жауабы. Куба, Германия, Ауғанстан, Польша. Ауғанстанға кіргізген екен. 1979 жылда КСР әскерін қайда Ауғанстанға кіргізіп 89 жыл шығарған. Дұрыс, жарайсың дейсіз, отыра ғой. Келесі сұрағымыз бар. Қабанбай батыр туралы Дарабоз роман жазған автор. Шерхан Мұртаза, Абай Құнанбаев, Жұмаділов, Міржанов. Қабдеш Жұмаділов, дұрыс айтасың. Келесі сұрағымыз балалар. Үржар қаншайымы атанған? Тайпаның, қай тайпаға жататын сұрақтың балалар? Үйсін, Қаңлы, Сақ, Ғұн. Сақ, дұрыс айтасыз. Жарайсыңдар балалар. Бұл поле әдісі бойынша сабақты қорытындылауымыз аяқталды. Енді сіздерге үй тапсырмасын берейін балалар. Үй тапсырмасы балалар. Қазіргі кездегі әлеуметтік жіктеліс сақталған ба? Қазіргі таңда бай кедей болып бөлінгенбіз бе қазіргі таңның өзінде? Ара жерімізде балалар кешегі ғана осы айтылған жағдайға байланысты мысалы айта кететін болсақ, қазақ халқында қазір не? Бай кедей болып келген балалар, осы туралы не істеп көруіміз керек балалар? Ой толғау дегеніміз не балалар? Әркімнің өзін қазіргі таңда 19 миллион қазақ халқы бар Қазақстан жерінде. 19 миллион халықпыз, сол 19 миллион халықтың қанша пайызы байға жатады, орта тапқа жатады, кедейге жатады. Осы туралы кітаптарымыздан, және де газет журналдардан, және де қазіргі дамыған заман балалар әлеуметтік желі арқылы не істеп келеміз? Өзіміздің ой толғау дегеніміз жеке әркім өз жасып келеді. Ержігіт өзінің ойын, Динара өзінің ойын, одан кейін Ясын өзінің ойын не істеп келеді? Жасып келеді. Бүгінгі сабағымыз осымен
аяқталды балалар. Сіздерге Рахмет сіздерге.